Осы Алматыға 29 желтоқсан күні келдім. Жұмыспен сваркаға жұмысқа орналастым. Сейфуллина Гоголя деген адреспен Алматыға келіп. Сол жерде сварка, ішкі жұмыстар жұмысын істеп бастадық. 5 күні сондай Алматыда көтеріліс болып жатты. Оны таң атпастан сообщениеден білдік, көтеріліс болып жатыр, осылай деп. Сонымен біздің бригаданың балаларының бәрі сағат 10-дардың кезінде кетіп қалды бәрі. Мен жалғыз өзім ішінде как охранник, не болып қала берейін дедім, жұмысым істей берейін деп. Болды деп балалар кетті. Сонымен 5 күн обедтен кейін талпа адамдар Сейфуллина көшесімен төмен біздің магазиннің алдынан өте бастады. Сол кезде терезе сындырып, тас лақтырып, сол кездерде далаға шықтым, жүгіріп, қорқып. Далаға шықтым да жоғарғы қаратай Сейфуллинамен жүгіріп қаштым. Сол кездерде маған аяғыма оқ тиіп, сол жерде есім жоғалтып, 12-ші больницада ем қабылдадым. Сол жерде маған ота істеп тастады аяғыма. Оң аяғымның балтырынан өткен екен, тесіп. Мен есіктің жаңағы алдына жүгіріп шыққан кезде бір талпа жаңағы митингтің адамдар өтіп баратты. Соның артынан военныйлар өтіп баратты. Мен шыққан кезде уже сол жерде атыс басталды ғой, кәдімгідей тік-тік. Ол жерде көрмедім, кім атқан, не атқан, бірақ военныйлар атып бастады ол жерде. Көрдім, былай. Военныйлар өтіп баратқанын, қолдарында қарулары бар. Автоматтың оғы деп айтты, өйткені аяғым көрген кезде енді біледі екен қалай нететін. Өйткені бір жағында тесік кішкентай, бір жағы кәдімгідей аяғымның былай жалбырап кеткен болды, кәдімгі үлкен болды. 5-нен дейін больницада жаттым? 5-нен 8-не дейін больницада жаттым. 8 күні кешке таман сағат 8-дер шамасында бізді СОБР или спецназ ба бір военный формада, беттері маска, қолдарында автомат, пистолеттері бар, 7-8 адам кірді да. Палатадан жатқан жерімізден, прямо шаштарымыздан сүйреп, ортаға лақтырып тастады. Мен капельницада жатқам, сол кезде капельницадан жұлып алды, шашымнан ұстап. Ортаға лақтырды. Сол жат деп басымызға автомат тақады. Сөйлеме, қимылдама, жат деп бәрімізге. Біз 3 жаттық, бір палатада 3 бала жаттық, жараланған. Біреуінің 2 аяғы да атылған, біреуінің 1 аяғы атылған, біреуінің 1 аяғы атылған, 1 аяғы гранатаға түскен, майдаланып кеткен. 1-2 жігіт жатты қасымда, менің де аяғым оқ деген. Үшеумізді алып шығарды коридорға, ұрып, соғып. Коридорға шықсам 15 адамдай жиналған, өңке ауру жаңағы жарақаттанғандар, 1 аяғымен ішіне тигендер, көз соқыр балада болды. Бәрін стройға қойып қойған, сонымен төмен түсірді бәрімізді. Біз 4-ші этажда болдық. Жаңағы травматологияда адам симағаннан кейін родильный отделениеге жатқызды бізді. Біз родильный отделениеде жаттық. Бір родильный отделение өзінен 15 адам шығарды сол күні. Мені 4-ші этаждан жүре алмаймын ғой, лестницадан домалатып түсірді, ұрып теп күліп. Содан кейін далаға шықтық. Далаға шыққан кезде уже где-то бір 30-35 адам шамасындай адам тұрды ғой, тірі жалаңаш, бәрі жаңағы шлангілермен, жаңағы біреулерде қан тамып жатыр, жұлып жаңағы бір нәрселерін. Сол жерде ұрып, соғып, жатқызып қойды да 15-20 минуттай ұстады. Содан кейін 2 машина келді, 2 машинаға жаңағы автодзек дейді ғой, сондай келді, газель. 2 машинаға бөліп бізді салды. Біздің неге 17 адам салынды, ар жаққа білмеймін, неше адам салғандарын. Сол баяғы уахабист, сен адам атқасың, сен бүйткесің, кіріңдер, сендерді өлтіріп тастаймыз, қазір болды, жолда осылай деп, жаңа жолда бізді алып баратқан кезде уже машинамен өздерінің іштеріңден Құдайға сыйына беріңдер, болды, өлдіңдер деп жаңа ұрып бастан. Содан где-то 1,5 сағаттың көлемінде жүрдік. Содан кейін жаңағы Си-18 түрмесіне әкеп түсірді. Енді ол кезде біз білмейміз, Си-18 екен бізге айтпады, қаяққа баратқанымызда да айтпады, сөйреткізбеді. Сол Си-18 түрмесінен түстік, түнгі сағат где-то бір 11 шамаларында где-то түстік.
сол 8 күні 11 шамаларында Си-18 түрмесіне алып келді. Далада жаттық, тағы да бір 15-20 минуттай ма или жарты сағаттай ма жерге қарап жатыңдар деп басымызға автомат тақады. Содан кейін бәрімізді бір-бірден жаңағы Си-18 несіне, мекемесіне кіргізе бастады. Балалардың бәрінің жағдайлары өте қиын болады, екі аяғымен жүре алмайтындар болды. Оларды вообще тартып жүрді адамдар, кәдімгідей ұстап алған аяғынан, кәдімгідей жерде тыржалаңаш қан ағып баратыр, кәдімгі өзіміз көрдік. Қан артынан кетіп баратыр да, адам анан тартып баратыр аяғынан көтеріп алып. Енді ол жерде бәрі былай қарасаң оңай жарақатпен жатқан жоқ, екі көз соқыр баланы өзім қарап жүрдім бір аптадай сол түрмеде. Маған закреплять етіп қойды қасыма, өзім жүре алмаймын. Қарап жүресің, ары бері апарып жүресің деп. Шеруге шыққан адам екен ол кісі, жаңағы нені сындырып жатып, өзім сөйлескен кезде айтты ол кісі, жаңағы анау столб, андай жаңағы светофордың несін бір балар сындырып атқан кезде жүгіріп барып, қойыңдар жігіттер деп, сындырмаңдар деп нетіп атқан кезде көзім алдында андай граната жарылды дейді, содан екі көзде кеткен екен. Сол баланы да алып жүрдім өзім бір аптада кетті қасымда. Сол сөз ол шықты, ол да шықты, подписку о невыезде жаңағы сондай немен шықты. Подписке бәрі шығып атырық қой қазір, подписку шығып атырық, бәрі статья басымызда тұр. Ол бәрімізге қинап қол қойғызды, бірақ енді қол қойғызған кезде ешкім қол қойған жоқ, ол жерде ешкім бәрі не согласен деп жазып жатты. Бәріміз солай не согласен, бәріміз басымызға статья іліп. Сол ұрып ішіне кіргізді, содан бір комнатаға кіргізді. Ол жерде бір әйел, 4 кісі опрос жасады бірінші күні. Тыржалаңашпын, тырсыйдамын, ешқандай киімім жоқ. Түрменің іші өте суық, бетонда солай. Мен где-то бір өтірсоқ болсам 18-17-леріне дейін тыржалаңаш жүрдім солай. Сол 8 күні барғаннан. Киімде болған жоқ, 14 күні сот болды, сотқа да тыржалаңаш кірдім. Ол соттар көріп тұрды, мен тыржалаңаш екенімді. Сонда да ана жерде айттым, осылай, мен қатысқан жоқпын. Осылай сейфулин, осылай магазин жақта атылдым деген ешкім неткен жоқ, тыңдаған жоқ. Допрос қалып барған кезде көбінесе сұрақтары 6-сы, 7-сы, 8-і не істедің дейді да, бізге сұрақшы. Сен жүрдің ғой дейді, сендер жардыңдар, беттіңдер дейді. Мен айтсам, біз 5 күні обедте уже больницаға түстік десем, тыңдамайды, жаңа сол неге қол қойып бер, сондай ғой, қол қойып бер, жаңа неге показанияға, жаңа статьяға қол қойып берсең болды. Жазаны жеңілдетеміз деген дейді. Енді ол жерде олар жеңілдетпейді ғой, қойғызып алуда қол, просто ұрып адамды солай қинап. Өзім солай ойладым енді уже. Мені 8 күннен бастап 20-сына дейін ұрды, башты күнде ғой. 8 күні кіргізген кезде, жаңа түнде бірінші күні кіргізген кезде жаңа комнатаға кірдік, бірінші комнатаға кіргізді, бәрімізді бір-бірден кіргізді. Сол кезде бірінші комнатада опроста ұрған жоқ, бір әйел, 4 еркек опрос жасады, қай жерденсің, ат жөнің, сондай сұрады. Екінші комнатаға уже кіргізді да, жаңа қай жерде атылдың, сондай нені сұрайтын жаңа екіне қатты ұрды, өте қатты ұрды. Ұрған кезде аяғымда шлангтар тұрған, байынан жаңа қан таматын нететін екі, сол шлангтарды жұлды, соң бір-екі тігістерін жұлды аяғымдан, прямо көзімнің алдында. Сол жерде енді ұрды, бастан ұрды дубинкамен. Сен өтірік соқпа деп бастан ұрды. Одан кейін тағы да бір комнатаға опрос қалып кетті. Сол күні, сол 8 күні таңға дейін ұрды ғой, 9-ына атқан түні, сол 8-нен 9-ына атқан түні таңға дейін ұрды бізді. Ол таңертең 9 күні уже камераларға бізді 10-11 адамнан бөледі. Енді бір камерада 7 адам жатыпты, бір камерада бізде 11 адам болды. Бірінші 268 камерада отырдық. Сол 11 адам отырдық. Күнде опрос, 4 рет опрос жасайды, 4 рет сол опростың бәрінде ұрады ғой, келеді. Жаңағы следовательдер гражданкамен қасында военный формалы адамдар келеді, маскамен алып кетеді, барып ұрып, шындығынды айтсай деп жаңа комнаталарға. Мені 10 күні қатты ұрды, 10 күні ең қатты ұрған күні сол болды, өйткені мен бір комнатаға апарып ұрды отдельный. 10 күні кешке таман
бір не келді, следователь келді, қасында екі немен жаңағындай хакки форма киіп алған, жаңағындай маска киіп алған ОМОНдар тоже, үстілерінде бронежилет. Келді да шық деді, шықтым, кеттік опросқа деді. Сонымен астыға түсірді, бұл жерге басып көтерткізбейді. Сол еңкейіп кетіп бара жатырмын, қаяққа кетіп бара жатқанын білмеймін. Сонымен айқайлады біреу, КМБ-шіне 14-ші продолға апарыңдаршы мынаны деді. Мен білмеймін, өзім басын көтермеймін, былай кетіп бара жатасың да, міне всегда кетіп бара, қолың артта, наручник. Сонымен басты көтеруге болмайды, бір жаққа апарды да кабинетке кіргізіп жіберді. Кабинетте кішкентай, бір 4 бұрыш кішкентай терезе болды, қараңғы іші. Столда былайынан кәдімгідей қайшылар, кәдімгідей пышақ нелер жатыр, ара жатыр. Мына жағында кәдімгі адам асып тастайтын жіп, байлайтын жіптер тұр. Сондай комнатаға кіргізді, тастап кетті. 10 минуттан кейін келді да, кірді да, жаңағы екеуі мені байлады, адам байлайтын жерге. Байлап ұрайық мына. Сонымен байлады да, кетті бір 2 сағаттай ұрды, тоқтамай. Үшеуі. Қай жерлерінен ұрды? Ұрған кезде сол чапалақпен көбінесе беттен ұрады. Содан кейін қолмен денеден ұрады, дубинкамен ұрады. Аяқтардан ұрады, дубинкамен сандардан. Тоқтамай ұрды, бір 4-5 рет есім жоғалттым, су шашып оятып алады, қайттан ұрады. Сонда да не согласен деп жазып жаттым қағаздардың бәріне. Енді істемеген нәрсемді мойныма алмаймын ғой мен деген, не істемеймін деп. Ұрған адамдардың аты жөнін, түрін білесіз? Ұрған адамдардың аты жөнін, түрін есімде қалмады. Еще постоянно маска тағып алған адамдар ұратын еді, постоянно маска тағып алады. Біледі де олар маска тағып алады, ұрып, одан кейін шешіп алдыңа келіп темекі шегіп, опрос алып отырады. Оны біліп отырмын да, ол деген. Сөйтіп істеп жатқандарын. Енді былай опознать ете алмайсың да уже оны. Былай қалай нетсең сен ұрдың деп айта алмайсың, маска шешіп келгеннен кейін сен ұрдың деп айта алмайсың оғанша. Өйткені сен білмейсің оның түрін. Барады, масканы шешіп темекіні аузына салып алады да, келеді да, дальше опросын ала береді да, отырып алып. Сен оған опрос алдың деп айта алмайсың бәрібір. Сен ұрдың, сен бүйттің деп, не согласен деп жазып бересің, болды, расында кетесің. Камерада көрдім, прямо адамдар екі көзі жоқ, жаңағы жігітті алып жүрдім, бір апта өзім қасымда жүрді, бір апта деген 4-5 күндей қарадым, одан кейін оны больницаға алып шығарып кетті. Жаңағы үйшілері келіп, өйткені оның көзіне операция жасау керек болды, срочно. Жасамаса көзі көрмей қалады, екі көзді. Содан кейін оны да ұрды, оны ұрған жоқ, оны тіржалаңға шешіндіріп комнатаға кіргізіп қойып, суық комнатаға терезені ашып қойып, түбіне су құйды оған. Оны ұрған жоқ, оны солай жаңағы су құйып нетіп. Суық су ғой? Суық суды кәдімгі челекпен алады, тіржалаңға шешініп тастап, жаңағы үстіне су құйып, 2 күн ол кісіні де қинады, өйткені ол кісі менің қасыма жүргеннен айтып жүрді, мынау неге мен ұрып жатыр, мен қаяқта жүрмін деп. Екі көз көрмейді маған, сөйтіп жылап жүрді ол кісі. Саят деген бала отырды мен көбінесе сол баламен отырдық, где-то бір 10 күнде отырдық Саят деген баламен. Ең көп сол Саят деген баламен отырдым қасымда, екеуміз бірге постоянно. Күнде кіреді, күнде ұрады. Одан кейін уже где-то бір 17-18-дерінеден кейін бізді МВД-ның адамдар, түрмен адамдарына өткізді, жаңағы сот сөгездерде уже кішкене ұру тоқтатылды, кішкене. Уже түрмен адамдар азда ұра бастады. Енді ұрған кезде де олар ұрып нете қоймайды, олар просто тұрғызып қояды таңертеңнен кешке дейін. Аяғыңмен тұра алмайсың камерада. Төсекке отыруға болмайды, неге отыруға болмайды деп сөйтіп тұрғызып қойып қинайды. МВДшниктардың сол ұрғандары ең қиын болды, сол 17-18-не дейін сол кісілер ұрды ғой. Күнде ұра береді, кіреді, жарты сағат жаңағы Саят бәріміз отырамыз ғой, оның бүйрегін, бір бүйрегі кетіп қалған бала, оқ deyip тоже. Оны да аямайды. Кіргеннің бәрі көргенше ана жерде, білмеймін, бір бала жатты. Енді ана жерде аурулар, екі аяғымен жүре алмайды, тұр дейді анағанша, анау тұра алмайды. Тұр дейді, тұра алмайды, сол тұра алмаса сол ауырған аяғынан ұрады. Сөйтіп, издеваться етіп адаммен сол. Мен білмеймін, мен де ол жақта солай издеваться етіп қалды. Кәмелетке жасқа толмаған балалар қасымда біреу отырды. Кәмелетке жасқа толмаған. Бір бала отырды, ол кейіннен білмеймін, бір жаққа кетіп қалды, қаяққа кеткен білмеймін, шығып кетті ол. Жас, оны да ұрды, оны да жестко ұрды, енді көрдім ғой, екен. Алып шығып кетеді, жаңағы жас сотрудниктер жаңағы сояқта конвой болып жүрген уақытша. Солар шығарып алып кетеді де, енді жасты, оны да ұрады, келеді, үндемейді. Сол отырады, бәрі сол ғой, ұрады. Жаңа Саятпен отырдым, Жасұланмен де бір күнде отырдым басында.
Жасұлан деген баламен отырдым. Дархан деген бала болды. Олың да ішіне оқ деген. Енді бізді отдельно ұстады өңке ауруларды. Вообще ешқандай доступ қылған жоқ бізге, әлиге. Сонда ешқандай доступ қылмасын деді. Оқ тигендер бөлек камерада отырды ғой? Иә, бізді бөлек продолда ұстады, бір коридор бар отдельный. Жаңағы заброшенный, сол жерде ұстады бізді. Отдельно вообще доступ қылмады, ешқандай не кірмесін. Рысбек деген бір кісі отырды, оны да 12-ші больницадан алып кеткен. 12-ші больницадан шығарып келе жатқан кезде сол Рысбек ағаның аяғын көзімше сындырып спецназовтар прямо автоматтың прикладымен прямо қытырт еткізіп сындырып аяғын сол жерде жүре алмай қалды ол кісі. Рысбек деген. И ол кісінің аяғына сандарына тиген еді оқ. Жүріп жүрген негізі бір аяғы нормальный болған. Екінші аяғын да сындырып тастады. Сонымен ол кісі жүре алмай, сонымен көтеріп жүретін болдық ол кісіні. Солай көтеріп алып барды. Ол кісі әлі шықпады, Рысбек, білем ол кісі әлі шықпады. Ол кісі өзі мешітте бір имам екен, Сарыөзек деген ауылының мешітінің имам екен. Ол кісіні Мамыров, иә, Мамыров қой, Мамыров фамилиясы. Сол кісімен де көп отырдым, где-то бір аптадай отырдым ол кісімен. Ол кісіні де күнде ұрады, жаңағы сақал үшін намаз оқыса ұрады, келіп сен вахабисің, сен анаусың, мынаусың. Ол кісіні де көп ұрды, аяғын сындырып тастады, көзім алдында да ұрды. Арғарда алып кетеді, 5-6 сағат әкеп тастайды одан кейін. Сүйреп алып кетеді, прямо келеді, сүйреп алып кетеді, жаңағы екі неделер аяқ қол несіне ұстайды да, желкесіне ұстап, екеуі сүйреп алып кетеді, болды. Сүйреп әкеп тастайды, тура солай. Кіргіземіз, біз жатқызып, ары бері өзіміз ішімізде қалай көмектесе аламыз, су беріп, көмектесеміз. Ол кісіні өзінің оқиғасын, ол кісі өзі активист кісі екен. Ол кісі осы неде болған, прямо сол неде площадьта атылғам дейді. Қай күні оқ тиген екен? Сол 5 күні тиген екен ол кісіге тоже. Площадьта атылған. Өзім шыққам деп ол кісі айтты. Активист кісімін деп өзі сол жерде танысып солай айтты ол кісі өзі. Сол үшін оны қатты ұрды, сол активист деп жаңағы не деп. Оны өзіміздің алдымызда көрдік қой, конкретно қалай ұрғанын активист деп. Күнде алып кетіп ұрады. Енді бәрімізді алып кетіп ұрады, күнде сонда да үлкен кісі ғой деп кішкене не нетпеді да, ешкім қарамады. Сот жөнінде айтып беріңізші, сот қалай болды? Сот былай болды, 14 бізге 8 күн алып келді. Сотта бірақ кірсек 11-ші күннен бастап отыр деп, 8 күн алып кеткен, 11-ші числодан бастап отыр екен деп жазып жіберген жаңағы сотқа уже. Бізді 8 күн алып келген. Сотта соның бәрін айттым. Сот 2 адамдан кіргізіп, бір 3-4 минуттан болған ол сот. Просто жай әшейін бәрін отырып, просто қол қоясың, шығасың, ознакомлен. Сот онлайн болды ма жоқ? Онлайн болған жоқ, кәдімгідей сот болды. Әйел отырды, судья отырды, прокурор отырды, и менің бір адвокатым отырды. Сотқа кірмей тұрып, бір 10-15 минут бұрын көрсетіп кетті, мына сенің адвокатың ешкіш тұрды. Содан кейін сот болды, обедтен кейін сол 14 күні сот болып, сол сотқа 2 адамдан кіргізді, тез-тез 4 минуттан кіргізеді, шығарады, бәріне жаңа не ғой, не деп санкция беріп тастады 2 ай. Ешкімді тыңдаған жоқ ана жерде. Единственный сол күні бір адам ғана шықты, тоже активист кісі еді, бізбен отырды. Нұргелді деген аға отырды бізбен, активист кісі. Сол кісіні шығарды, и то ол кісіні қалай шығарды, ол кісі өзінің ауру бар екен, онкологический, сол көп өмір сүруде азғаған екен, соны учитывать етіп, сол бірақ адамды ғана сол күні под домашний арест қып шығарды, и то ол кісіні под домашний арест қып шығарды. Ол кісінің де иығында еще оқтар тұрған, оқтарын әлі алмаған. Сол неден сол кісіні ғана шығарып, сол күні бірақ адамды ғана шығарды, больницаға, үй қамауына. Қалғандарының бәрі отырды ғой, сол 70-80 адам бір күнде сол. Іштегі жараланған адамдарға медициналық көмек бірдеңелер көрсетілді ме? Маған лично көмек бірінші күні қалай бардым, сол жыртық қанқан неммен жарамнан ұрған, бәрі қанаған. Сол күні 8 күні барғаннан 17 күні бірінші рет ауыстырды бинтімді. Құрайшейін перевязкамды ауыстырып берді, болды.
И 25 күні шығатын кезде соңғы рет тағы да бір рет ауыстырып берді. Шығасың ғой деп болды. Содан кейін вообще ештеңке істеген жоқ. Балаларға да медицинский ешқандай көмек жоқ. Ол жақта енді медсестра бар. Ол медсестра айтады, мен ештеңке істей алмаймын дейді. Петька айтады, мен ештеңке істей алмаймын. Енді бәрі тяжелый ол жерде. Ол кісі ештеңке істей алмайды действительно да, ол кісі. Оқымаған, білмейді енді ол. Медсестра ол ашейін. Перевязка ауыстырып беруге жаңа неге болады? А былай емдеу деген вообще болған емес, қараған емес. Даже обезболивающий сұрасаң, жаңағы температура түсіретін парацетамол дәрі береді. Қатты ауырады, күнде кешке таман денең аяқ сұрайсың, парацетамол береді. Парацетамол ішіп аласың да жатасың. Киім қашан берді сізге? Берді ме? Маған киім берілген жоқ. Мен 17-18 күндері сол бізді камералар тағы полный ауыстырды. Астыңғы этажға. Сол кезде бізді бір вокзальчик деген өздерінің жаңағы түрмеде отыратын жерлері бар, кең. Сол 80 адам сол жерге әкеп тықты бір күнде. Сол кезде балалардан біреуден шалбар алып қалдым, біреуден бір футболка алып алдым. Бір інім сол жақта танысқанбыз. Сол өзінің курткасын берді маған. Атак ол жақта киім бермейді ешкім. Содан кейін аяқ киім берді. Сол 17 дейін аяқ киімсіз жүрдім ғой вообще. Носки де жоқ, аяғымда жалаң аяқ. Сол 17 күні сол інім носки берді, аяқ киім берді, тәпішке берді, аяқ киім берген кезде. И куртка берді, шалбар берді, бұтқа киетін. Сонда сотқа кірген кезде сізге сотта, прокурорда неге киімсіз? Жоқ, онда ештеңке деген жоқ. Аяғым қан перевязка болды, үндеген жоқ. Тез кіргізіп, еще мыналар сасық қой дегендей сөйтіп нетіп күрлі жаңағы сотта мыналар. Жуындырмайсыңдар ма, мыналар сасық қой деп. Сот айтты ма сөйтіп? Иә, сөйтіп айтып күліп отырды, бірақ ешқандай не внимание қараған жоқ. Соттың аты жөнін білесіз бе? Соттың аты жөнін білем. Айта аласыз ба? Сүйреті жоқ, несі бар, документтер. Телефонына жіберген, соттың шешімін қабылдаған адамдар. Ол кісілерге де қазір сол білмеймін, мен сондай соттарды мен өмірімде бірінші рет көрдім. Вот солай өтті сот, 2 адамнан кіресің 3-4 минут тез. Болды санкция, болды санкция. А соттың алдында маған бір следователь сразу айтты, сендерді обвинять етіп жатыр осындай статьямен 272 екінші жасымен. Бәрің отырасыңдар пока 2 айға дейін. Ол уже приказ бар уже ол. Не десеңдер де, о десеңдер де, ол жерде толық жоқ сотта деді. Болды дедім. Бірақ сонда да айттым сотта осылай. Онда да ешкім ештеңке жерде тыңдап та отырған жоқ. Сот сияқты да отқан жоқ. Кіргізеді, носилкамен кіргізеді, шығарады. 3 минуттан кейін балалар солай носилкамен кіргізіп алады, сотқа жүре алмайды. Оның бәрін көріп тұрды, сол жерде сот көріп тұрды. Мынау прокуратурадан жаңағы подполковник Курманов деген главный кісі, сол көбінесе сол кісі жүрді. Сол көріп отырды бәрін, күнде ұрғанымызды да біліп отырды. Бірақ ешкім ештеңке деп үндеген жоқ. Ұрмаңдар, болды жетеді деп. Бір қызметкер бір несімен көмектескен жоқ. Сол жаңағы түрмеге бізді берген кезде сол түрменің конвойлары кішкене уже алдындағыдай жаңағы МВД-ның адамдар сияқты емес, уже кішкене басқашалау, кішкене уже былай сөйлесе бастады. Уже түрмеге бізді өткізген кезде уже түрменің адамдарына, жаңағы СИ-дің адамдарына өткізген кезде. Олар тамақ берді ме? Бірінші күндері бірінші апта күніне бір мезгілден берді тамақ. Рас, ол бірінші апта. Одан кейін уже 3 мезгіл беретін болды тамақ. Сол түрменің довольствиесіне отырғызды ғой деймін. Сол бір аптаға дейін бізге күніне бір мезгіл тамақ берді, 8-нен сол. Бір апта ғой былай санаған кезде. Сол бізді пока түрмеге довольствияға қойғанша сол. Одан кейін 3 мезгіл тамағымызды беріп қарады. Сол қинау комнатасы, сол көбінесе сол бір рет соған бардым. Сол өте қиын, ең қиын сол болды. Сөйтсем, о жаққа барған балалар көп екен, просто білмейді о жаққа қалай апарғандарын. Мен алдында антикоррупционныйға өзім прокуратураға заявление жаздым. Сол немен апарды түрмеге, жаңа видео түсіруге қай жерде ұрды. О жерде жаңағы 14-ші продол КМГ-шін маған көрсетіңдер десем, олар маған 14 постты көрсетеді. Олар көрсетпейді да, о жерде бәрібір скрывать деді. Мен оның алдында уже көрдім өзім. Уже жаңағы видео фиксация жасауға бардық антикоррупцияның адамдарымен. Сол кезде көрсетпейді, уже бәрін тап-таза
жаңағы біз продол негізі жаңағы апарған продол комнаталары терезелері сынған заброшенный здание болатын анау негізі кәдімгідей суық болатын. Қазір барсаң уже бәрін істеп ішін ақтап тап-таза қылып қойған, уже бәрін көрсеттік. Ол жерде жол толық жоқ болды. Сразу бұлар мына жерде ұрдық деп көрсетпейді ғой енді. Сол да скрывать етті. Қазір денсаулығыңыз қалай? Қазір денсаулық больницалар қарамайды, қорқады. Бүкіл больницаларға бардым, Алматының областнойларына да бардым. Бәрі қорқады. Сендер кеме қойыңдаршы дейді. Именно сендер емделуге кеме қойыңдаршы, өйткені қадалып кеткенімізді біледі. Мен ол жөнінде прокурорға да звондадым, мен больницаға қарамай жатыр. Частныйларға ондайға көтермейді. Қазір енді қалай ем алып жатсыз? Қазір массаж жасатып жатырмын, только болды. Бір апа үйіне барам, үйінен өзі маған массаж істеп нетіп жатыр. Бірақ ол мен білмеймін, аяғым уже екінші айға өтіп бара жатыр ғой, мен ашылмайды, жабылмайды, сол күй сондай. Қай жерден ем алатынын білмеймін енді, больницаның ешқайсысы қарамайды даже. Допросқа шақырып жатыр ма қазір сіз? Күнде мені алдыңғы апта, бір апта прокуратура күнде антикоррупцияға шақырады, күнде ДВД-ларға шақырады, жаңағы опросқа. Не деп сұрайды сонда? Сұрақ қояды, күнде барсаң новый сұрақ дайындайды. Сол сұрақтарға жауап бересің, 30-40 сұраққа сонымен қайтасың. Жаңағы антикоррупцияға барсаң сол тоже. Жаңағы мен заявление жаздым, қай жерде орда. Даже түрмеден шығып баратып, екі офицерді опознавать етіп қойдым мен ұрған. Сен солардан не аламыз деп нетіп атқан, білмеймін, сондай болады. Күнде опрос қой, күнде опрос. Емделуге иногда массажға да бармаймын, уақытым болмайды, өйткені дұрыс жүре алмаймын. Тез ары бер барып үлгере алмаймын.